Call me like a 911, 911, 911. Call me 911, girl. 911, 911. Бүгін барлығымыз көптен күткен iPhone 12 жайлы сөз қозғайтын боламыз. Осы жолы Apple бірден 4 смартфонды таныстырды. Олар iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro және iPhone 12 Pro Max. Жаңа мобильді стандарт туралы компания бас директоры Тим Кук 5G өнімді жұмыстың жаңа деңгейін, ағынды видео сапасын артуын, ойындардың жылдамдауын және тағы да басқа көп дүниені қамтамасыз етеді деп айтты. Компания мамандары бұл құрылғылардың әйнегі бұрынғы модельдерден 4 есе мықтырақ екенін айтты. Себебі керамикамен көмкерілген. Жаңа смартфонның барлығы Apple A14 процессорымен жұмыс істейді. Мамандардың айтуынша, бұл ең қуатты процессорлардың бірі. Компания бұл жолы смартфон қорабында құлаққап пен қуаттағыш адаптердің болмайтынын хабарлады. Смартфондар 2012 жылы жарық көрген iPhone 5 стилі негізінде жаңартылған дизайнмен шықты. iPhone 12-де 2 камера бар. Бірі негізгі, екіншісі кең бұрышты. Негізгі объектив 7 линзадан құрылған. Жарығы әлсіз жерде де сапалы фото түсіруге мүмкіндік береді. Бұл жолғы смартфонның ерекшелігі оған сымсыз қуаттағыш, MagSafe және басқа да құрылғыларды жабыстырып қоюға болады. Компания бұған арнап смартфонды да, Apple Watch'ты да бір мезетте зарядтауға болатын қуаттағышты шығарды. Ол iPhone'ның магнит орнына жабыстырылып тұрады. Таңдаймын деген адамға оның бірнеше түстері бар. iPhone 12 5 түсте шықты. Ал енді бәрімізге қызық ақысына келер болсақ. iPhone 12 $799 тұрса, iPhone 12 mini'дің бағасы $699. Шамамен теңгеге шаққанда 300 мың теңге. iPhone 12 Pro $999 тұрады. Шамамен 428 мың теңге. Ал iPhone 12 Pro Max $1099 бағаланды. Шамамен 471 мың теңге. Қазақстандағы бағам бұл бағамен мүлде сәйкес келмеуі мүмкін. Аналитиктің айтуынша, жаңа смартфонның сыртқы дизайны өзгеріп, лидер камерасы қосылғаны болмаса, басқа айтарлықтай жаңалығы жоқ. Тек процессордың енді бұрынғыдан 16% жылдамырақ істеп, камерасы 38% жылдам түсіретіні кәсіби мамандарға қажет болмаса, қарапайым қайратқа оның қажеті шамалы. Лидер камераны да адамдар күнделікті пайдаланатынына аздап күмәніміз де бар. Сондай-ақ iPhone 12 алғыңыз келсе, жаныңызда қалта қуаттағыш алып жүруіңіз қажет болады. Ақпарат бізден, пікір сізден болсын көрермен. Арнайы 911.